Саламатсыздар. Бүгінгі онлайн сабақтың тақырыбы айнымалы қозғалыс, бұрыштық орын ауыстыру және жылдамдық, центрге тартқыш үдеу. Бүгінгі сабақты өткізетін Астана қаласы физика-математика бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің физика пәні мұғалімі Кенжеханова Мейрамгүл Серіктайқызы. Бүгінгі сабағымыздың жоспары. Бүгінгі сабақтың жоспарында бірінші біз мотивациялық әңгіме арқылы оқушылардың сабаққа тақырыпқа деген қызығушылығын оятамыз және осы тақырып бойынша қандай мақсаттарға жету керек екенін қарастырамыз. Өткен тақырыпты өзектендіреміз, жаңа білім аламыз және алған жаңа білімді бекіту тапсырмаларын орындаймыз. Сонымен қатар үй тапсырмасы беріледі, одан кейін сабақты қорытындылап рефлексия жасаймыз. Бүгінгі сабағымызда қол жеткізетін оқу мақсаттарын қарастырайық. Дененің шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалысын түсіну және сипаттау, бұрыштық орын ауыстыруды радианмен көрсету, есептерді шығаруда сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдықтың арасындағы тәуелділік формуласын білу және оны есеп шығару барысында қолдану, қисық сызықты траектория бойымен бұрыштық жылдамдықпен және үдеумен қозғалысты сапалы түрде түсіндіру болып табылады. Енді осы оқу мақсаттарының ішінде дененің шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалысын түсіну және сипаттауға мынандай жетістік критерияларын қолдануға болады. Яғни осы оқу мақсаты оқушылардың екі дағдысын тексеруге арналған, ол білу және түсіну және қолдану дағдылары. Оқушы мақсатқа жетеді, егер ол шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалысқа мысал келтірсе және оны түсіндіре алса, траекторияның кез келген нүктесінде модулі бойынша тұрақты жылдамдықтың бағытын көрсете білсе және траекторияның кез келген нүктесінде центрге тартқыш үдеудің бағытын көрсете білсе, онда оқушы осы оқу мақсатына жетті деп есептелінеді. Сонымен қатар тағы да бір оқу мақсатын қарастыруға болады. Ол сызықтық жылдамдықтың бұрыштық жылдамдыққа тәуелділік формуласын білу және қолдану есеп шығару барысында. Бұл жерде де оқушылардың екі дағдылары тексеріледі. Ол білу және түсіну, қолдану дағдылары. Егер мына жетістік критерияларын оқушы орындаған болса, онда ол оқу мақсатына жетті деп есептелінеді. Олар жиілік пен период ұғымдарын білу, сызықтық жылдамдықтың және бұрыштық жылдамдықтың арасындағы байланысты білу, сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдықтардың өлшем бірліктерін білу және V тең омега көбейтілген R формуласын есептер шығару барысында қолдана алу. Біз сіздермен өткен сабақтарда, яғни алдыңғы тақырыптарда түзу сызықты қозғалысты қарастырдық. Жалпы механикалық қозғалыс ол траекториясына байланысты және жылдамдығына байланысты бірнеше түрлерге бөлінеді. Траекториясына байланысты механикалық қозғалыс түзу сызықты және қисық сызықты болып бөлінетін болса, жылдамдығына байланысты ол бір қалыпты және бір қалыпсыз, яғни айнымалы қозғалыс болып бөлінеді. Түзу сызықты қозғалысты қарастырған кезде біз оның траекториясы түзу сызық деп қарастыратынбыз. Ал енді бүгінгі сабағымызда біз траекториясы қисық болатын қозғалыстарды қарастырамыз. Жаңа сабағымызды бастамас бұрын өткен тақырыптарды қайталап алайық. Яғни біз осының алдында еркін түсу, денелердің еркін құлауын және еркін түсу үдеуін өткен болатынбыз. Яғни сол тақырыбымызды өзектендіріп алайық. Жалпы алғанда еркін құлау дегеніміз ол айқын болады, тек қана вакуумда. Онда массаға, тығыздыққа және дененің формасына тәуелсіз барлық денелер бірдей құлайды. Яғни кез келген уақыт мезетінде ол дене еркін құлаған дененің жылдамдығы және үдеуі бірдей мәндерге ие болады. Жер бетінде денелердің еркін құлауын біз Ньютон түтікшесін пайдалану арқылы көре аламыз. Жер бетінде денелердің айқын еркін құлауы мүмкін емес, өйткені ауаның үйкеліс күші бар, яғни кедергі күші бар деп есептейміз. Бірақ есептер шығару барысында біз осы ауаның кедергі күшін ескермей
ескермей аламыз да денелердің еркін құлауын, еркін түсуін қарастырамыз деген болатынбыз. Денелердің еркін құлауы бұл тең үдемелі қозғалыс. Сондықтан тең үдемелі қозғалыста қолданылатын барлық формулаларды еркін құлаған дененің қозғалысын сипаттау үшін қолдануымызға болады. Тек қана бұл жағдайда А үдеудің орнына Ж-дің мәнін қоямыз. Яғни бізде Ж дегеніміз еркін түсу үдеуінің белгіленуі, оның мәні 9,8 метр бөлінген секунд квадратқа тең. Идеал құлау жағдайында жер бетінен бірдей қашықтықтағы денелер бірдей жылдамдықпен құлайды және құлау уақыты да бірдей болады. Идеал еркін түсу кезінде денелер жерге шамасы бастапқы жылдамдықтың модуліне тең жылдамдықпен құлайды. Және құлау уақыты осы денені жоғары лақтырылғандағы оның көтерілу биіктігіне дейінгі кеткен уақытына тең болады деп есептелінеді. Нақты жағдайдағы денелердің еркін құлауына келетін болсақ, яғни бұл айқын еркін құлаумен салыстырғанда арасында көптеген айырмашылықтар бар болуы мүмкін. Егер қарудан вертикаль жоғары оқ атылатын болса, онда ауаның кедергісін ескере отырып, кез келген биіктіктен еркін құлаған оқтың жылдамдығы 40 метр секундтан артық болмайды. Нақты жағдайда ауаның кедергі күші болғандықтан дененің механикалық энергиясы ішкі энергияға айналады. Нәтижесінде дененің максимал көтерілу биіктігі ауасыз кеңістіктегі көтерілу биіктігінен аз болады. Ал траекторияның кез келген нүктесіндегі төмен түсу жылдамдығы жоғары көтерілгендегі жылдамдығынан аз болады. Үйкеліс күшін ескерсек, дене еркін түсу үдеуімен тек қозғалыстың бастапқы мезетінде ғана құлайды. Ал жылдамдық артқанда үдеу төмендейді және дене бір қалыпты қозғала бастайды деп қарастырамыз. Тек жердің полюстарында ғана дене вертикаль бойымен қозғала алады. Ал планетаның өз-өзінің айналуына байланысты және Кориолис күшінің әсерінен жоғары вертикаль лақтырылған дене оң шығысқа қарай ауытқығанын көруге болады екен. Вертикаль жоғары лақтырылған денеге ол қайтып келмеу үшін берілетін минимал жылдамдықты екінші ғарыштық жылдамдық деп атаймыз. Бұл екінші ғарыштық жылдамдықпен біз сіздермен алдыңғы тақырыптарда танысамыз. Оның мәні 11,2 км секундқа тең. Басында айтып кеткендей, жалпы механикалық қозғалыс траекториясына байланысты екі түрге бөлінеді дедік: түзу сызықты және қисық сызықты. Күнделікті өмірде қисық сызықты траекториямен қозғалатын денелер өте көп, өте жиі кездеседі. Мысалы, балалар өздері сүйіп ұнататын американдық сырғанақта ол қисық сызықты қозғалыстың бір мысалы бола алады. Сонымен қатар, баскетбол ойынын ойнаған кезде де доптың траекториясын сызатын болсақ, онда оның да қисық сызықты екенін көруімізге болады. Сонымен қатар қисық сызықты қозғалысқа ғаламшарлардың күн айнала қозғалысын, жердің жасанды серіктерінің қозғалысын және осы екі қозғалыс ол әлем кеңістігінде болатындығын айтып кетуге болады. Сонымен қатар жер бетіндегі денелердің, яғни машиналардың, өзен суының ағысын және ауа молекулаларының қозғалысының бәрі бұл қисық сызықты траектория бойымен қозғалатын денелер. Ерте заманда Птоломей өзінің геоцентрлік жүйесін ұсынған кезде ол қисық сызықты қозғалысты шеңбер бойымен қозғалыс түрінде қарастырған болатын және бұл қозғалыстың өте қарапайым түрі деп есептелінген екен. Бірақ қисық сызықты қозғалыс ол шын мәнінде қарапайым қозғалыс болып есептелінбейді. Өйткені қисық сызықты қозғалыста дененің координатасын бір ғана оськпен анықтау өте қиынға соғады. Яғни траекториясы қисық сызықты қозғалысты біз қисық сызықты қозғалыс деп атаймыз.
Мысалы, материалдық нүктені алайық. Осы материалдық нүкте қисық сызықты траектория бойымен қозғалсын. Енді материалдық нүктенің қозғалысын сипаттаған кезде біз нені пайдалана аламыз, сол мүмкіндіктерімізді қарастырайық. Егер материалдық нүктенің жүрген траекториясын бірнеше кішкентай бөліктерге бөлетін болсақ, онда осы әрбір бөліктегі материалдық нүктенің қозғалысын түзу сызықты траекториямен қозғалыс ретінде қарастыруға болады екен. Бірақ бұл нақты мәліметтер бермейді, және ол өте күрделі жұмыс. Сондықтан біз қисық сызықты қозғалысты қарастырған кезде шеңбер бойымен қозғалыс түрінде де қарастыруымызға болады. Яғни қисық сызықты траекторияның кез келген бөлігін шеңбердің қандай да бір доғасы деп қарастыруға болады. Ол шеңберлердің радиустары әртүрлі болуы мүмкін, әртүрлі болады. Яғни біз шеңбер бойымен қозғалысты қарастыра отырып, қисық сызықты қозғалысты сипаттайтын шамаларды анықтап алуымызға болады. Яғни осы айтқандарды негізге ала отырып, мынандай қорытынды жасауға болады. Қисық сызықты қозғалысты сипаттау үшін шеңбер бойымен қозғалысты сипаттап үйрену керек. Одан кейін қисық сызықты қозғалыс моделі ретінде шеңбер доғасының бойымен қозғалысты қарастырамыз. Енді қисық сызықты қозғалысты біз жылдамдықтан бастайық. Лездік жылдамдық ол өте аз уақыт аралығындағы дененің жылдамдығын біз лездік жылдамдық деп есептейміз. Енді қисық сызықты қозғалысты қарастырған кезде біз осы лездік жылдамдықты сызықтық жылдамдық деп те атаймыз. Енді А және Б2 нүктесінің, яғни шеңбердің қандай да бір бөлігіндегі А және Б нүктесінің қарастырайық. Яғни А, Б нүктесінің арасындағы доға ол дененің жүріп өткен жол, доғаның ұзындығы дененің жүріп өткен жолы болып есептелінеді. Қазір видеоны тамашалайық, одан кейін ары қарай сабағымызды жалғастырамыз. Мысалы, дене қисық сызықты траектория бойымен А нүктесінен Б нүктесіне дейін жол жүрген болсын. Ол дененің жүріп өткен жолы осы доғаның ұзындығына тең болады. Ал орын ауыстыруы А мен Б нүктелерін қосатын бағытталған векторға тең. Түзу сызықты қозғалыста біз жылдамдық үнемі орын ауыстырумен бағыттас болады деп айтқан болатынбыз. Ал қисық сызықты қозғалысты қарайтын болсақ, жылдамдық орын ауыстырумен бағыттас емес. Сондықтан біз осы доғаны бірнеше хордаларға бөлеміз, және хордалардың ұзындығын азайтатын болсақ, онда осы әрбір нүктедегі дененің жылдамдығы траекторияға жанама түрде бағытталатындығын көруімізге болады. Егер нүктелердің арасын тағы да жақындататын болсақ, онда біз әрбір нүктедегі дененің қозғалыс жылдамдығы траекторияға жанама түрінде бағытталатынын көреміз. Яғни бұл жерде сызықтық жылдамдықты көруімізге болады. Енді осыны күнделікті өмірде біз пышақты қайрақпен қайраған уақытта ұшқандардан көруімізге болады. Яғни бұл жағдайда ұшып жатқан ұшқындар, олар жылдамдықтың бағытын көрсетеді. Сол сияқты сазға батып қалған автомобиль дөңгелектерінен ұшып жатқан балшықтарда сызықтық жылдамдықтың бағытын көрсетеді екен. Ерте заманда ата-бабаларымыз қолданған қарулардың түрінде ол осы қисық сызықты қозғалыста жылдамдықтың бағытын көрсетеді. Енді түзу сызықты қозғалыста біз бір қалыпты қозғалыс дегеніміз дененің бірдей уақыт аралықтарында тең орын ауыстыруы деп есептегенбіз. Ал қисық сызықты қозғалыста бір қалыпты қозғалыс болып есептелінеді, егер дене бірдей уақыт аралықтарында бірдей бұрыштарға бұрылатын болса. Оны ары қарай қазір сабақтарымызда қарастырамыз. Яғни тағы да бір тоқтала кететін болсақ, түзу сызықты қозғалыс кезінде жылдамдық орын ауыстыру векторымен бағыттас болады. Ал қисық сызықты қозғалыс кезінде жылдамдық үнемі орын ауыстыру векторымен бағыттас бола бермейді. Мысалы, тас қайраққа қайралған пышақтың ұшын жақындататын болсақ, онда қайрақтан бөлшектердің ұшып шыққанын көреміз. Осы қызған ұшып шыққан бөлшектер, олар
ұшқын түрінде таралады және олар бізге жылдамдықтың бағытын көрсетеді. Яғни біз қисық сызықты қозғалыс кезінде жылдамдықтың кез келген нүктеге жанама түрде бағытталатынын айтқан болатынбыз. Яғни ұшқындар немесе автомобильдің дөңгелегіне тұрып қалған батпақтардың ұшуының бәрі ол жылдамдықтың бағыттарын көрсетеді. Енді қисық сызықты қозғалыс кезінде А және Б нүктелерін қарастырамыз дедік. Осы А және Б нүктелеріндегі жылдамдықтар олар V1 және V2 кетен. Бұл жылдамдық мысалы қайрақтан ұшып шыққан бөлшектердің жылдамдығы, ол қайрақ оларға қандай жылдамдық берсе, дәл сондай жылдамдықпен қозғалады. Яғни бұл жерде жылдамдықтың модулінің тұрақты болатындығын көруге болады. Яғни жылдамдықтың модульдері өзара бір-біріне тең болады А және Б нүктесінде, бірақ олардың векторлары тең болмайды. Өйткені біз білеміз, жылдамдық ол векторлық шама, ал векторлық шама үшін оның сан мәні, яғни модулі мен бағытының өзгеруі өте маңызды. Яғни шеңбер бойымен қозғалыс кезінде жылдамдықтың модулі тұрақты болғанымен, оның бағытының өзгергенін көруімізге болады. Оны мына жағдайда қарастырайық. Мысалы, А және Б нүктесіндегі жылдамдық векторларын бір нүктеге көшірейік. Яғни А нүктесіндегі V1 жылдамдықты В нүктесіне көшіреміз. Сол кезде екі вектордың өзара бір-біріне тең емес екендігін көруге болады, және бұл жерден жылдамдықтың өзгерісін тауып алуға болады. Ол үшін жылдамдықтың өзгерісін табу үшін V2 векторынан V1 векторын аламыз. Енді бұл жылдамдықтың өзгерісі қандай да бір уақыт аралығында болатындықтан, осы теңдіктің екі жағында уақытқа бөлеміз. Теңдіктің екінші жағына қарайтын болсаңыздар, бізге таныс физикалық шаманы көруге болады. Яғни ол жылдамдықтың өзгерісін уақыт өзгерісіне бөлгенге тең болатын шама үдеу екендігін білеміз. Яғни дене шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалған кезде жылдамдықтың модулі тұрақты болғанымен, оның бағытын өзгертетін үдеу болады екен. Яғни біз осыдан мынандай қорытынды жасай аламыз. Қисық сызықты траекториямен қозғалыс ол үдемелі қозғалыс болып табылады. Осы үдеудің физикалық мағынасы қандай екен? Ол жылдамдық векторы үнемі өз бағытын өзгертіп отырады. Яғни бұл үдеу жылдамдықтың бағытын өзгеру шапшаңдығын сипаттайтын шама. Енді осы үдеудің қалай бағытталатынын және оның сан мәні, яғни модулі неге тең болатындығын анықтайық. Яғни қандай формула арқылы осы үдеуді анықтауға болатындығын қарастырайық. Ол үшін тағы да шеңбер бойымен қозғалысты қарастырамыз, және шеңбер бойымен қозғалыстағы бір-біріне жақын орналасқан екі нүктені алайық. А және Б нүктелері. Екі нүкте бір-біріне жақын болған кезде олардың арасындағы орын ауыстыру доғаның ұзындығына тең болатындығын көруге болады. Және А және Б нүктелерінде, яғни дененің шеңбер бойымен қозғалыс кезінде жылдамдығының модулі өзгермейтіндіктен, жылдамдықтарының модульдік мәндері өзара бір-біріне тең деп аламыз. Бірақ осының алдында айтып кеткендей, жылдамдық векторлары бір-біріне тең емес. Тағы да бір нүктеге көшіретін болсақ, онда біз жылдамдықтың өзгерісін көре аламыз. Және бұл жылдамдықтың өзгерісі осы нүктеде шеңбердің центріне қарай бағытталғандығын көреміз. Ал үдеу бізде ол жылдамдықтың өзгерісін сипаттайтындықтан, яғни бұл жерде үдеудің де шеңбердің центріне қарай бағытталғандығын көруге болады. Яғни үдеу шеңбер центріне қарай бағытталады, және қисық сызықты қозғалыс кезіндегі үдеуді центрге тартқыш үдеу деп атаймыз. Енді осы центрге тартқыш үдеуді қай формуламен анықтауға болатындығын қарастырайық. Ол үшін біз екі үшбұрышты қарастыруымызға болады. Яғни бұл жылдамдықтардың өзгеру кезіндегі, яғни жылдамдықтың өзгерісі кезінде алынған үшбұрыш, және дене қандай да бір уақыт аралығында
қозғалған кездегі екі радиустың арасын қарастыруымызға болады. Бұл үш бұрыштар өзара бір-біріне ұқсас болғандықтан бұл жерде жылдамдық орын ауыстыруға, жылдамдықтың өзгерісі орын ауыстыруға және бірінші, екінші нүктедегі дене жылдамдықтары ол шеңбердің радиустарына тең екендігін көруге болады. Яғни осыдан үдеудің центрге тартқыш үдеудің формуласын қорытып шығарамыз. Сонда центрге тартқыш үдеу ол жылдамдықтың квадратын радиусқа бөлгенге тең екен. Енді қисық сызықты қозғалысты сипаттайтын шамалармен танысайық. Ол үшін тағы да шеңбер бойымен қозғалысты қарастырамыз және дөңгелектің үстіндегі екі нүктені қарастырайық, А және Б нүктелерін. Егер осы дөңгелек сағат тіліне бағыттас қозғалатын болса, онда қандай да бір уақыт өткен кезде А нүктесінің А1 нүктесіне, ал Б нүктесінің Б1 нүктесіне орын ауыстырғанын көреміз. Яғни бұл жерде тағы да байқайтынымыз А нүктесіндегі дененің сызықтық жылдамдығы Б нүктесіндегі сызықтық жылдамдығынан үлкен болады екен. Бірақ осы екі нүкте үшінде ортақ, яғни өзгермейтін, яғни өзара бір-біріне тең болатын мән бар. Ол фи әрпімен белгіленеді. Оны біз бұрыштық орын ауыстыру деп атаймыз. Немесе оны бұрылу бұрышы деп те атайды. Егер дене шеңбер бойымен қозғалыс кезінде толық бір айналым жасайтын болса, біз математика курсынан білеміз, онда ол 360 градусқа бұрылады. Бірақ физикада біз градуспен емес, бұл бұрылу бұрышының мәнін радианмен өрнектейміз. Бір радиан дегеніміз не? Ол радиан дегеніміз доғасының ұзындығы радиусқа тең болатын екі радиустың арасындағы бұрышты бір радиан деп атаймыз. Және бұрылу бұрышы ол бұрыштық орын ауыстыру деп те аталынады. Оның өлшем бірлігі радиан және дене толық бір айналым жасалған кезде бұл бұрылу бұрышы 2 пиға тең болатындығын көруге болады. Яғни тағы да қорытынды жасайық. Қорытындыда бір қалыпты айнымалы қозғалыс дегеніміз бірдей уақыт аралықтарында дененің тең бұрышқа бұрылуы. Яғни түзу сызықты қозғалыс кезінде бір қалыпты қозғалыс бірдей уақыт аралықтарында дененің бірдей орын ауыстыруы болса, ал қисық сызықты қозғалыс кезінде бірдей уақыт аралықтарында дененің бірдей бұрышқа бұрылуын біз бір қалыпты қисық сызықты қозғалыс деп қарастыруымызға болады. Сонымен қатар қисық сызықты қозғалыста айналу периоды және айналу жиілігі, бұрыштық жылдамдық деген физикалық шамаларды да енгіземіз. Айналу периоды дегеніміз не? Ол материалдық нүктенің шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалысы кезіндегі толық бір айналым жасауға кеткен уақыт. Яғни периодты үлкен Т әрпімен белгілейміз. Оны анықтау үшін бір айналым жасауға кеткен уақытты айналым санына бөлеміз. Және периодтың өлшем бірлігі секундпен өрнектеледі. Ал айналу жиілігі дегеніміз ол периодқа кері шама. Яғни ол дене 1 секунд ішінде, яғни бірлік уақыт ішінде қанша тербеліс жасайтындығын көрсетеді. Айналу жиілігі нью әрпімен белгіленеді және оны анықтау үшін айналу санын уақытқа бөлуге болады. Немесе периодқа кері шама ретінде де анықтауға болады. Кез келген физикалық шаманың енгізген уақытта біз оның өлшемі болатындығын білеміз. Сондықтан айналу жиілігінің де өлшемі ретінде айналым саны бөлінген секунд, немесе секундтың -1 дәрежесі деп алуға болады. Сол сияқты оны герцпен де өрнектеуге болады екен. Біз оны алдыңғы сабақтарда таныса жатармыз. Енді жердің өз-өсін айналу периоды неге тең? Қалай ойлайсыздар? Яғни жердің өз-өсін айналу периоды, яғни жер толық бір айналым жасауға 24 сағат уақыт жұмсайды. Яғни айналу периоды 24 сағатқа тең. Ал жер орбита бойымен күнді айнала қозғалған кезде оның айналу периоды 365 тәулікке тең болады.
Егер осы жердің күнді және өз-өзін айналу жиілігін табу қажет болатын болса, онда бірді периодқа бөлу арқылы біз айналу жиіліктерін анықтай аламыз. Американдық астрономдар өте тығыз нейтрондық жұлдыздарды ашқан болатын және оның айналу жиілігі өте үлкен екендігін анықтады. Олар 1 секунд ішінде 1120 айналым жасайды екен. Айналмалы қозғалыс кезінде, яғни шеңбер бойымен қозғалыс кезінде дененің жылдамдығы, сызықтық жылдамдығы ол өзгеріп отырады. Яғни ол дененің радиусына, шеңбердің радиусына байланысты оның мәні артып немесе кеміп отырады. Бірақ осы айналмалы қозғалыс кезінде тұрақты болып қалатын жылдамдық бар, оны бұрыштық жылдамдық деп атаймыз. Бұрыштық жылдамдық омега әрпімен белгіленеді. Оны анықтау үшін бұрылу бұрышын уақытқа бөлеміз. Яғни сол бұрылу бұрышына, дененің бұрылуына кеткен уақытқа бөлеміз. Бір период ішінде бұрылу бұрышы 2 пиға тең болса, уақыт периодқа тең болады. Яғни орындарына апарып қою арқылы біз омеганың формуласын аламыз. Ол 2 пи бөлінген т-ға немесе 2 пи бөлінген нью формуласы арқылы анықталады. Енді бұрыштық жылдамдықтың өлшем бірлігі ретінде радиан бөлінген секунд алынған. Қазір сіздермен сызықтық және бұрыштық шамалар арасындағы байланыстарды анықтауға тырысайық. Мысалы, шеңбердің центрінен қандайда бір қашықтықта орналасқан, яғни R қашықтықта орналасқан А нүктесін алайық. Осы А нүктесі сағат тілінің бағытымен қозғала отырып, қандайда бір уақыт ішінде фи бұрышына орын ауыстырсын, яғни бұрылсын. Яғни осы А нүктесінің жүріп өткен жолы, ол доғаның ұзындығы L-ға тең болады. Және осы сурет бойынша біз жүрілген жол, яғни L-дің фи көбейтілген R-ға тең екендігін көреміз. Тағы да бұл қозғалыс қандайда бір уақыт ішінде болатындықтан, біз теңдіктің екі жағында уақытқа бөлеміз. Сол кезде бізге таныс формулалар шығады. Яғни бұл жерде жүрілген жолдың уақытқа қатынасын, немесе бұрылу бұрышының уақытқа қатынасын көруге болады. Біз жүрілген жолдың немесе орын ауыстырудың уақытқа қатынасы сызықтық жылдамдық екенін білеміз. Ал бұрылу бұрышының уақытқа қатынасы ол бұрыштық жылдамдық. Яғни осы мәндерін орнына қою арқылы біз сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдықтың арасындағы тәуелділікті анықтап аламыз. Яғни ол сызықтық жылдамдық бұрыштық жылдамдыққа радиусты көбейткенге тең. Яғни неғұрлым дененің центріне жақын орналасқан нүктелерде сызықтық жылдамдықтың мәні аз болады. Ал неғұрлым шеңбер радиусынан центрінен алыс орналасқан нүктелерде сызықтық жылдамдықтың мәні үлкен болатындығын көруге болады. Мысалы, кішкентай кезімізде айналмалы сырғанақтарға отырған кезде осы айналмалы сырғанақтардың ортасына тұруға тырысатынбыз. Өйткені ол жерде біз өзіміздің тепе-теңдігімізді сақтап тұра аламыз. Ал егер осы айналмалы сырғанақтардың шет жағына отыратын болсақ, шет жағында тұратын болсақ, онда оның қозғалысы кезінде біз құлап кетуіміз мүмкін еді. Жер бетінен ұшырылған геостационарлы серіктер, олар бізге телекоммуникациялық байланысты жүзеге асыруға көмектеседі. Біз сіздермен 8-ші кластарда геостационарлы серіктерді өткен болатынбыз, және олар экватордың бойымен айнала қозғалатынын, жерден 35.786 километр қашықтықта болатындығын білгенбіз. Және геостационарлы серіктердің бір ерекшелігі, олар тек қана бір нүктеде ғана қозғалады. Яғни олардың айналу, өз орбитасымен айналу жылдамдығы жердің өз-өзіне айналу жылдамдығына тең, яғни 24 сағатқа. Сол сияқты тағы да қызықты мысалдар келтіруге болады.
Мысалы, Резерфорд ол атомның планетааралық моделін жасаған болатын. Біз сіздермен оны тағы да осы 9-шы класста қарастырамыз. Енді осы сутегі атомындағы электрондардың айналу жылдамдығы ол 2 миллион метр секундтан асатындығын анықтаған екен. Ал электрондардың үдеуі 10-23 дәрежесі метр секунд квадратқа жетеді. Яғни бұл өте үлкен шамалар. Қисық сызықтық қозғалыс кезінде біз сіздермен бұрыштық жылдамдықпен, бұрылу бұрышымен, айналу жиілігімен және периодпен таныстық. Яғни осы біз сонымен қатар центрге тартқыш үдеумен де таныстық. Осы шамаларды біріктіре отырып, біз мұнандай бірнеше формула қорытып шығарамыз. Яғни есептер шығару барысында қолданылатын негізгі формулалар. Бұрыштық жылдамдық ол бұрылу бұрышының уақытқа қатынасына тең дедік. Егер бұрылу дене толық бір айналым жасаған болса, яғни оның уақыты периодқа тең болса, онда бұрылу бұрышының мәні 2π-ға тең болады. Сол арқылы біз бұрыштық жылдамдықтың формулаларын қорытып шығаруымызға болады. Яғни бұл жерден бұрыштық жылдамдық периодқа кері шама, ал жиілікке тура пропорционал екендігін анықтай аламыз. Сонымен қатар сызықтық және бұрыштық жылдамдықтар арасындағы тәуелділікті анықтадық. Егер бұрыштық жылдамдықтың орнына мәндерін апарып қоятын болсақ, онда сызықтық жылдамдықтың 2πr бөлінген т-ға және 2πr нью формуласымен де анықтауға болатындығын көруге болады. Ал центрге тартқыш үдеу бізде жылдамдықтың квадратын радиусқа бөлгенге тең. Сондықтан біз сызықтық жылдамдықтың орнына бұрыштық жылдамдыққа тәуелділік формуласын апарып қою арқылы біз центрге тартқыш үдеудің омега квадраттың r-ға көбейтіндісіне тең екендігін көруімізге болады. Сонымен қатар центрге тартқыш үдеу периодтың квадратына кері пропорционал, ал жиіліктің квадратына тура пропорционал екендігін көреміз. Яғни біз сіздермен бүгін қисық сызықтық қозғалысты қарастырдық. Осы қисық сызықтық қозғалыс кезінде алған мәліметтерімізді, ақпараттарымызды бағалайық. Егер сіздер қызыл түсті таңдасаңыздар, онда бүгінгі сабақта сіздерге ештеңке түсініксіз болды деген сөз. Сары түс ол түсіндім, бірақ сұрағым бар дегенді білдіреді. Ал жасыл ол толық түсіндім дегенді білдіреді. Яғни бағдаршам арқылы қазір өзіміздің алған біліміміздің деңгейін бағалап алайық. Алған білімді біз бекіту тапсырмалары арқылы тексеруімізге болады. Қисық сызықтық қозғалыстың мысалы қайсысы бола алады? Тастың құлауы ма, машинаның бұрылыста солға бұрылуы ма, спринтердің 100 метр қашықтықты жүгіруі ма? Яғни бұл жерде жауабы Б болады. Сағаттың минуттық тілі толық бір айналым жасады. Айналу периоды неге тең? Яғни бұл жерде сағатта біз 3 тіл бар екендігін білеміз, ол секундтық, минуттық және сағаттық тіл. Осы минуттық тіл толық бір айналым жасаған кезде ол неге тең екендігін анықтайық. Яғни минуттық тіл толық бір айналым жасаған кезде ол 1 сағатқа тең, ал 1 сағат бізде 3600 секундқа тең екендігін көреміз. Велосипед дөңгелегі 4 секундта бір айналым жасады. Айналу периоды неге тең? Яғни бұл жерде периодты табу үшін уақытты айналым санына бөлеміз. Яғни 4 секундта бір айналым жасағандықтан оның кешіріңіздер, мына жерде жиілігі болу керек еді. Айналу жиілігін табуымыз керекпіз. Сонда 1-ді керісінше 4-ке бөлгенде 0,25 герцқа тең екендігін анықтаймыз. Моторлы қайықтың білігі 1 секундта 25 айналым жасайды. Біліктің бұрыштық жылдамдығы неге тең? Және соңғы сұрақ, егер электр бұрғысының бұрыштық жылдамдығы 400 радиан бөлінген секунд болса, онда оның жиілігі қандай? Яғни осы тапсырмаларға жауап беру арқылы өздеріңіздің алған білімдеріңізді тексере аласыздар. Енді бүгінгі сабақта бекіту ретінде мен сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдықтың арасындағы тәуелділік формуласын білу және қолдану оқу мақсатын ала отырып, осы оқу мақсатына арналған есептерді сіздерге ұсынамын. Яғни тағы да естеріңізге сала кетейін, бұл жерде білу, түсіну, қолдану дағдылары тексеріледі.
және оқу мақсатына жету үшін қандай жетістік критерияларын орындау қажет екендігі көрініп тұр. Бірінші есепке келейік. Жердің жасанды серігінің орбитасының радиусын 4 есе арттырғанда, оның айналу периоды 8 есе артады. Жасанды серіктің орбита бойымен қозғалу жылдамдығы неше есе өзгеретіндігін анықтайық. Яғни сіздерге бұл есепті шығару үшін осы бүгінгі сабақта алған білімімізді қолданамыз. Яғни біз сызықтық жылдамдықтың формуласын пайдаланамыз. Сол кезде есептің жауабының 2-ге тең екендігін көруге болады. Яғни сызықтық жылдамдық 2 есе азаяды. Өйткені біз жылдамдықтың периодқа кері шама екендігін білеміз, ал ол радиусқа тура пропорционал, бірақ біздің есебіміздің шартында период радиусқа қарағанда 2 есе артып тұр. Яғни сызықтық жылдамдықтың мәні 2 есе кемиді. Екінші есеп. Сағаттың минуттық тілшесі секундтық тілшесінен 3 есе ұзын. Тілше ұштарының жылдамдықтарының қатынасын табыңдар. Тағы да бұл жерде сызықтық жылдамдықты есептеу формуласын пайдалана отырып, бұл жауабы 20-ға тең екендігін көруге болады. Яғни сағаттың секундтық тілі минуттық тілінен 20 есе артық екендігін көруге болады. Енді келесі есеп, бұл біз 8-ші класста электр құбылыстарын өткен кезде өз көздерімен көрген электрофор машинасына байланысты. Бұл электрофор машинасында электр өрісін алу үшін біз тегершіктерді айналдырғанбыз. Ал осы тегершіктер бір-бірімен өзара байланысқан 2 кішкентай тегершіктен тұратындығын көруге болады. Және бұл электрофор машинасының кішкентай тегершігінің радиусы 8 см екен, және ол минутына 1200 айналым жасайды. Яғни бұл жерде жиілік беріліп тұр. Яғни ол 1200 айналым бөлінген минутқа тең. Егер үлкен тегершігінің радиусы 32 сантиметр болса, онда айналу жиілігі қандай? Яғни бұл жерден көріп тұрғанымыздай, 2 тегершіктің радиусының арасында 4 есе айырмашылық бар екендігін көруге болады. Енді осы электрофор машинасының тегершіктерін сызба түрінде көрсететін болсақ, онда бір-бірімен байланысқан 2 тегершікті қарастыруға болады. Яғни бұл жерлерде тегершіктердің радиустарының екінші тегершік бірінші тегершікке қарағанда 4 есе үлкен екендігін көруге болады. Және тегершіктері өзара бір-бірімен байланысқан болғандықтан, бұл жерде оның сызықтық жылдамдықтары өзара бір-біріне тең деп алынады. Сонда сызықтық жылдамдық пен бұрыштық жылдамдықтың байланыс формулаларын қолдана отырып, біз радиустың бұрыштық жылдамдыққа кері пропорционал екендігін көруімізге болады. Ал бұрыштық жылдамдық ол айналу жиілігіне тура пропорционал болғандықтан, біз радиустың айналу жиілігіне тағы да кері пропорционал екендігін көреміз. Яғни бұл жерде екінші тегершіктің айналу жиілігі 300 айналым бөлінген минутқа тең екен. Яғни осындай жағдайлар күнделікті өмірде өте көп қолданылады. Мысалы, электр дрелінде бұрғының жылдамдығын арттыруға және бұрғының жылдамдығын кемітуге болады. Ол үшін радиустары әртүрлі 2 тегершікті қозғалтқышпен байланыстыруымызға болады. Енді бүгінгі тақырыбымыз бойынша үй тапсырмасын берейік. Осы тақырып бойынша барлық анықтамаларды, формулаларды жаттап алыңыздар. Қисық-сызықты қозғалыс түрлеріне мысал келтіре білу керекпіз. Және шеңбер бойымен бір қалыпты қозғалған дененің сызықтық жылдамдығы траекторияның кез келген нүктесіне жанама түрде бағытталатындығын дәлелдейтін қандай да бір экспериментті өздеріңіз ойластырып, жоспарлап келіңіздер. Оны келесі сабақта қарастырамыз.
Егер рефлексия жасайтын болсақ, біз осы сабақтағы өзіміздің көңіл күйімізді, өзіміздің алған білімімізді бағалауға болады. Яғни ол үшін ағаштағы адамдарды бояу арқылы көрсете аласыздар. Бүгінгі сабағымызда пайдаланылған әдебиеттер мен сайттар ол Башарұлы және Қазақбаева және тағы басқалар шығарған физика оқулығы, Қазақстан Алматы мектеп баспасынан шығарылған, және есептер жинағы, сонымен қатар интернет-урок.ру сайтындағы видеолар пайдаланылды. Назарларыңызға рахмет.